topqa bölüp alыңыздар. 2 topqa bölüp alamыз. Bu жерде теңге алмастыру арқылы 2 topqa bölüp alamыз балалар. Біреу батыс, біреу шығыс топқа. Теңгемен алмасыңдар бір-бірін балалар. Алмасыңдар. Енді арасын өз топтарына барып отырғандар. Осы теңге арқылы. Жақсы балалар. Кеге қойдыңдар. Жайлы қалай атылады. Бәрін қатысып отырамыз балалар. Бүліктен үй тапсырмас ол, иә? Жайлы қалай атылады. Жем, сағыз деп айтып керек, иә? Отыра ғой жақсы. Молодец. Енді кім шығады? Қайлеке шығыс тобына барып, ұшақтардың шығыс түрлесіне тұрған. Кеге қойдыңдар. Шығыс бірлестігі. Шатастыру жердесе, әлде 11 емес 16 батысының бір болды, иә? Екі сайда олар, екеуі шатастырда деп сендерге айтқан кеше, енді қыпшақтардың батыс бірлестігі келе ғой. Шығыс батыс деп бөлінеді деп кеше ғана айтып кеттім ғой балалар, иә? Сода шатастырда сендер. Батыс бірлестігінен 10 болады. Өте жақсы. Саңдар, Сырдарияның төменгі ағысын Балқаш өзені Думай сағасына дейінгі аралықтың атауы қалай аталады балалар? Думай сағасына дейін. Келе ғой Шақи. Балалар, ойланып барып жауап береміз, иә? Келе ғой Шақи. Қайсы? Айты, сол тапсырманы орында, иә? Білесің айтты. Думай сағасына дейін ол? Иә, дұрыс айтасың. Қыпшақтар даласы бұл жерде өте жақсы отыра ғой. Қыпшақтардың ең беделдісі Мұхаммед келе ғой. Білесің бе? Мұхаммед дұрыстап оқы. Қайсы бұл Мұхаммед? Бөлме деп айтыш. Бөлме. Жақсы отыра ғой. Қыпшақтардың етникалық құрамы қалыптаса бастады. Қай ғасырда балалар? Келе ғой Санжар. Жылдам істеп жүрген балдар, сөзіңге бар. Қыпшаққа етникалық құрамы қалыптасады. Ой, 7-8 ғасыр. Молодец отыра ғой. Келе ғой, иә? Қыпшақ халқының хронологиялық шеңбері. Шатаспаймыз, ойланамыз балалар, иә? Хронологиялық шеңбері. Ол бізде 11-ші ғасыр мен 13-ші ғасыр. Өте жақсы, отыра ғой, молодец. Енді соңғы қалды ма? Қыпшақ мемлекеті құрылды. Келе қояйыз. Қыпшақ мемлекеті құрылды. Қай мемлекеті дақ кеткеннен кейін Қыпшақ мемлекеті құрылды. Ойланып барып жауап бересіз балалар. Қай мемлекеті дақ кеткеннен кейін құрылды? Я дауысын шығарады ғой, имам мемлекеті жерінде. Дұрыс айтасың. Так, енді балалар соғысы бізде Қыпшақтардың қыстары. Қай жерде? Кім айтады? Қай балалар? Келе қойшы, айтыңыз енді. Қыпшақтардың қыстауы. Жайлауын шатастырмаймыз, иә балалар? Қыстауы. Қыпшақтардың қыстауы Маңғыстаумен үстірт. Иә, Маңғыстаумен үстірт. Балалар қалай болды? Ұнады ма? Өте жақсы балалар. Иә, бірақ қате қарап жіберген қалғаны жақсы жауап берген. Жаңа сабақты бастамасын көріп балалар не істейміз? Үй тапсырмасына оралып кетуге, QSS арқылы үйге берген тапсырманы ашып аламыз бұл жерде. Сіздер білешін болсаңыздар, ойланып жауап беріңіздер, жарай ма? Бөлге балалар қолдарын көтеріп шығып, екі топ кезеңде Қыпшақтардың батыс бірлестігіне енетін тайпалар. Екі тайпаны шыға қояйық. Келе қояйық. Аспай, қайсы айтып басып ма? Етоба дұрут. Екіншісі? Ел бөлелі тоқсоба. Иә, енді откройты басамыз. Дұрыс екен көреміз. Дұрыс па балалар? Дұрыс балалар.
Балалар енді сәйкестендіру жеке жұмыс етеміз. Шақ ойында, әрбірді бір баладан шақ осандар. Қазір сандарыңызды бір екеуін, сосын бір екеуін әлемесе етесіз, иә? Ойланып барып берген балалар, қайсысын жаңағы. Ал, белгілеу сандар, белгілеу ғой. Қайсын қайда барамыз? Айтып отырып айтыңдар. Айтып отырып Шеберлер жасаған бұйымдар табылды, тараздан табылды. Уди. Аббревиатура УДИ қай жылдары? 138 жылы. Жақсы. Түрік қағанаты мен Византия мемлекет арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас қай жылы қалғанда? 568 жылы. Дұрыс. Өте жақсы. Әрдүріс жауаптарға балдар мен мынадай теңгеден таратып отырам, иә? Қай жақ теңгені көп жинайды, сол жақ жеңіске жетеді бүгінгі сабақта. Бағалау парағаныз ба? Бағалау отырсыңдар ма? Бағалау отырыңыздар, иә, бағалау парағын. Қазір енді балдар үйге тапсырмаламыз. Үйге мұндай тапсырмас деген сендерге балалар үйге тапсырма, қараңдар. Егер мен ол жер жол бойында көпес болсам, тақырыбына үйге не істейміз? Есте жазып келеміз. Параны қолданып қаламыз. Осы тақырыпта үйге есте жазып келеміз балалар. Иә? Енді бала сендер жаңағы. Балалар енді біз не істейміз? Білім керуені арқылы кері байланыс жасаймыз. Бүгінгі сабақта маған мағлұматтарымды алдарындағы стикерлерге жазып, мына жерге қай жерге жазғыларың келеді мына жерге. Тақырыпты түсіндіріп өте қызықты болды. Жаңа мағлұматтар алдым, берген тақырыптарды жазып, немесе сұрақтарым бар деген, иә? Осы үшеуін жылдамдарды бәлкім біле қойыңдар балалар, иә? Жылдамдарды бәлкім біле қойыңдар балалар. Балалар енді бүгінгі сабағымызға қатысқандарына рахмет. Бүгінгі сабағымыз қалай өтті деп ойлайсыздар? Қызықты болды ма? Иә. Енді алдарындағы тиын санаңдар, иә? Тиын бет бұл сендерге. Қай командада тиын көп, сол команда жеңіске жетті деп есептеңіздер. Сіздерде 9, сіздерде 9. Значит, біздер бұл жерде не болды енді? Бұл жерде, иә? Өте жақсы балалар. Енді мына жерде жаңағы өте бұл жерде жақсы қатысты деген балалар бізде Санжар, Шақи, Жадыра, Аяжан, Аянат. Негізі балалар бәрінде жақсы қатысты. Бірақ та бұдан да жақсы қатысында келесіздер. Жарай ма? Мұхаммед, әлі жарай? Бәрін жақсы қатысында, жаман еместер. Ал жақсы сау болыңдар енді.